Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып қабынуға қарсы стероидты емес заттар. Қабынуға қарсы препараттар негізінен екі топқа жіктеледі. Бірінші топ қабынуға қарсы стероидты заттар немесе глюкокортикоидтар деп аталады. Және екінші топ қабынуға қарсы стероидты емес заттар. Бүгінгі лекцияда стероидты емес заттарды талқылаймыз. Қабынуға қарсы стероидты емес заттардың негізінен 4 әсері болады. Бірінші әсер қабынуға қарсы әсер, екінші әсер антипиретикалық әсер. Антипиретикалық дегеніміз температураны немесе қызбаны түсіретін әсер. Және үшінші анальгетикалық әсер, ауырсыну сезімін басатын әсер. Және төртінші әсер антиагреганттық. Антиагреганттық дегеніміз тромбоциттердің агрегациясын, тромбоциттердің бір-біріне жабысуын басатын әсер. Тромбтың түзілуін алдын алатын әсер. Көбінесе аспиринде жақсы көрсетілген. Енді бұл препараттар қай кезде қолданылады? Негізінен бұл препараттар әртүрлі қабыну ауруларын және әртүрлі ауырсынуларды басу үшін қолданылады. Мысалы, артрит, подагра кезінде бұл препараттар қабынуды басу үшін, бас ауруы, менструальды құрысулар кезінде ауырсынуды басу үшін, қызба кезінде температураны түсіру үшін, және миалгия кезінде қабынуды басу үшін, және ауырсынуды басу үшін қолданылады. Қабынудың механизмі. Қабыну дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп өтейік. Қабыну дегеніміз организмнің зақымдаушы агентке қарсы қосылатын күрделі қорғаныш реакциясы. Барлығымыз білеміз, организмде жасушалар жасуша мембранасы болады. Жасуша мембранасы фосфолипидтерден тұрады. Зақымдаушы агент әсер еткенде, ол механикалық зақымдауны болсын, физикалық, химиялық әртүрлі зақымдаулар кезінде жасушалардың тұтастығы бұзылады. Ол дегеніміз жасуша мембранасын тұтастығы бұзылады. Жасуша мембранасын тұтастығы бұзылған кезде қабыну процесі іске қосылады. Ең бірінші әсер ететін фермент ол фосфолипаза А2. Фосфолипаза А2 ферменті фосфолипидтерді арахидон қышқылына дейін айналдырады. Арахидон қышқылына айналғаннан кейін арахидон қышқылына екі түрлі фермент әсер етеді. Бірінші фермент липооксигеназа, екінші фермент циклооксигеназа. Липооксигеназа әсер еткен кезде арахидон қышқылы ликотринге дейін ыдырайды. Оның бірнеше түрі бар. С4, Т4, Б4 деген. Және екінші фермент циклооксигеназа. Циклооксигеназаның өзі екі түрі бар. Қысқаша айтқан кезде ЦОК1 және ЦОК2. ЦОК1 ол әрдайым активті күйде болады, және ЦОК2 тек қана қабыну кезінде іске қосылады, қабыну кезінде. Енді циклооксигеназа арахидон қышқылына әсер еткен кезде не болады? Ең бірінші арахидон қышқылы тромбоциттерде тромбоксанға дейін айналады. Тромбоксан А2 бұл тромбоциттердің агрегациясына қатысады. Екінші арахидон қышқылы циклооксигеназа ферментінің әсерінен простагландиндерге дейін айналады. Ол простагландин Е2 және И2. Простагландиндер өз кезегінде қабыну реакциясын шақырады. Сонда арахидон қышқылы циклооксигеназа ферментінің әсерінен простагландиндерге айналады, ал простагландиндер қабынуды шақырады. Ал ликотриндер болса өз кезегінде бұл аллергиялық реакцияларға әсер етеді, жауап береді. Енді жаңа айтып өткендей, өзі қабынуға қарсы препараттар екі топқа жіктеледі. Бірінші топ стероидты препараттар немесе глюкокортикоидтар. Глюкокортикоидтар фосфолипаза А2 ферментін тоқтату арқылы арахидон қышқылының түзілуін алдын алады. Егер арахидон қышқылы түзілмесе, онда ликотриндер түзілмейді, простагландиндер түзілмейді, тромбоксандар түзілмейді. Ликотриндер түзілмесе, аллергиялық реакция болмайды. Простагландиндер түзілмесе, онда қабыну болмайды. Тромбоксандар ол тромбоциттердің агрегациясы жауап береді. Екінші топ қабынуға қарсы стероидты емес заттар. Бұл заттар циклооксигеназаны тоқтатады. Циклооксигеназаны тоқтату арқылы простагландиндер түзілуін тоқтайды, қабыну болмайды, және тромбоксандар түзілуі тоқтайды, тромбоциттердің агрегациясы тоқтайды. Алдыңғы слайдта айтып өткендей, циклооксигеназа ферменті арахидон қышқылына әсер еткен кезде простагландиндер түзіледі. Простагландин Е2 және простагландин И2, немесе ол простациклин деп аталады. Екі түрлі фермент бар деп айттым жаңа, ЦОК1 және ЦОК2. ЦОК1 әрдайым активті болады. ЦОК1-дің физиологиялық организмде қызметтері бар, және ЦОК2 көбінесе қабыну кезінде іске қосылады. Қабыну кезінде ЦОК2 іске қосылған кезде простагландиндер көптеп түзіледі.
және простагландиндер негізінен қабыну кезінде қан тамырларды кеңейтеді, және простагландиндер қабыну кезінде гипоталамусты тітіркендіріп, дене температурасын көтереді, және нерв ұштарын тітіркендіру арқылы ауырсыну сезімін шақырады, және қабыну аймағында иммунды жасушаларды тартады. Және одан бөлек айтып өткендей циклооксигеназа 1-дің организмде физиологиялық қызметтері бар. Ол қалыпты жағдайда жатырды жиырылтуға қатысады, және ЦОК1 тұз қышқылының секрециясын асқазанда төмендетеді, және асқазанның шырышты қабатының бөлінуін жоғарылатады. Қабынуға қарсы стероид емес препараттар осы ЦОК1 және ЦОК2-ні тоқтату арқылы осы әсерлердің барлығын тоқтатады. Енді қабынуға қарсы стероид емес заттар өзі екі топқа бөлінеді. ЦОК-тың қайтымсыз ингибиторлары, оған жататын аспирин, және ЦОК-тың қайтымды ингибиторлары. Олар өздері екі топқа бөлінеді, селективті емес және селективті. Селективті емес топқа ибупрофен, диклофенак, кеторолак, напроксен жатады. Бұлар ЦОК1-ді де және ЦОК2-ні де тежейді, екеуінде. Ал селективті топқа целекоксиб жатады. Бұл топ тек қана ЦОК2-ні ғана тежейді. Енді аспирин. Аспириннің қолданылуы көбінесе әртүрлі қабыну аурулары кезінде қолданады. Қабынуды басу үшін, мысалы, остеоартрит, ревматоидты артрит, анкилоза спондилит деген секілді. Негізінен аспириннің әсері аспириннің дозасына байланысты. Өте төменгі дозада, күндік дозасы 300 мг-нан төмен болатын болса, аспирин антиагрегантты қасиетке ие. Орташа дозада, күндік дозасы 300-ден 2400 мг аралығында аспирин аналгетикалық және антипиретикалық әсерге ие. Және өте жоғарғы дозада 2400 мг-нан жоғары аспирин қабынуды басады, қабынуға қарсы әсерге ие. Төменгі дозада бір реттік дозасы орташа мөлшерде 81 мг, ол аспирин инсульт, миокард инфарктісі және тромбтардың түзілуін алдын алу үшін кеңінен қолданылады. Өте төменгі дозада айтып өткендей аспирин антиагреганттық әсерге ие. Аспирин негізінен балаларға вирустық инфекциялардың себебінен болған қызбаны түсіру үшін қолданылмайды. Аспиринді мүлдем беруге болмайды балаларға қызбаны түсіру үшін. Себебі аспирин Рей синдромын шақырады. Вирустық инфекция кезінде аспиринді беруге болмайды. Аспириннің орнына біз ибупрофен немесе парацетамол береміз бұл кезде. Бірақ, егер бала Кавасаки синдромымен ауыратын болса, бұл балаларда кездесетін васкулиттің түрі, осы кезде аспирин препаратын беруге болады. Себебі Кавасаки синдромы аспирин препаратына жақсы жауап қайтарады. Жақсы аспирин препараты Кавасаки синдромы жақсы әсер етеді. Енді аспиринмен улану, аспириннің передозировкасы. Ол аспиринмен шектен тыс дозада қолданған кезде пациентте бас ауруы болады, құсу болады және құлақтың шуылы болады. Өте үлкен дозада егер пациент аспиринмен уланатын болса, гипервентиляцияға алып келеді және респираторлы алкалозға алып келеді. Селективті емес қабынуға қарсы стероид емес заттар. Бұл препараттарға жататын ибупрофен, диклофенак, кеторолак, напроксен және индометацин. Бұл препараттар ЦОК1-ді және ЦОК2-ні екеуінде тежейді. Бұл препараттардың барлығы қабынуды басу үшін, ауырсыну сезімін басу үшін және температураны түсіру үшін қолданылады. Бірақ соның ішінде ибупрофен, напроксен, индометацин негізінен подагра кезінде қабынуды басу үшін қолданылады, және индометацин шала туған нәрестелерде артериалды түтіктің жабылуы үшін тағайындалады. Және кеторолак бұл басқа препараттармен салыстырған кезде аналгетикалық әсері өте күшті және операциядан кейінгі қатты ауырсыну сезімін басу үшін қолданылады пациенттерде. Енді селективті емес қабынуға қарсы препарат бұл топқа жатады целекоксиб. Целекоксиб тек қана циклооксигеназа 2-ні тежейді және циклооксигеназа 1-ге ешқандай әсері жоқ. Сондықтан циклооксигеназа 1-ге әсер жоқ болғандықтан бұл препараттың антиагрегенттік әсері жоқ. Бірақ циклооксигеназа 2-ні тежеуіне байланысты бұл препарат қабынуды басады және ауырсыну сезімін төмендетеді. Енді жаңа мәселелері. Аспирин және селективті емес препараттардың жаңа мәселелері. Бұл препараттар жаңа айтып өткендей ЦОК1-ді және ЦОК2-ні тежейді.
цок 1-ді тежеуіне байланысты бұл препараттар жанама әсерлерді көрсетеді. Себебі циклооксигеназа 1 асқазанда сөлдің тұз қышқылының бөлінуін төмендетеді және асқазанда шырышты қорғаныш қабатының түзілуін күшейтеді. Егер цок 1-ді тежейтін болсақ, онда асқазандағы простагландиндердің концентрациясы азаяды. Егер концентрация азаятын болса, шырыштың түзілуі азаяды. Ол өз кезегінде гастрит, асқазан ойық жарасы және қан кетулерге алып келеді. Ал екінші препарат целекоксиб, ол цок 1-ді тежемейді, тек қана цок 2-ні тежейді. Соған байланысты асқазан ішек жолдарымен байланысты жанама әсерлері өте төмен болады. Және екінші жанама әсері ол бүйрекке байланысты. Стероидты емес препараттар бүйректе простагландиндердің түзілуін төмендетеді. Простагландиндер негізінен бүйректе өз кезегінде бүйрекке қан әкелетін артерияларды кеңейтеді. Ол бүйрекке өзі нефронға екі түрлі артерия келеді. Біреусі қанды әкелетін артерия және әкететін артерия. Осы әкелетін артерияда простагландиндердің әсері бар. Простагландиндер әкелуші артерияға, ол немесе афферентті артерия, афферентті артерияларды кеңейтеді. Егер қабынуға қарсы стероид емес препаратты беретін болсақ, простагландиндер азаяды және ол осы артериялардың тарылуына алып келеді. Егер ол артериялар тарылатын болса, бүйректің қан айналымы нашарлайды, төмендейді және ол өз кезегінде ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесінің активациясы алып келеді және өз кезегінде гипертензия байқалады пациентте. Және екінші жанама әсер ол жедел бүйрек зақымдануы. Көбінесе егде жастағы пациенттерде байқалады және жүрек, бауыр, бүйрек ауруы бар пациенттер осы жанама әсер көп кездеседі. Және соңғы слайд. Барлық препараттар осы топқа жататын қабынуға қарсы стероид емес заттар, ол аллергиялық реакциялар шақырады, гиперсезімталдық реакциялар. Оларға жататын Стивен-Джонсон синдромы, немесе токсикалық эпидермальды некролиз және анафилактикалық реакциялар. Және тағы да бір жанама әсер ол аспириндік астманы шақырады. Сондықтан астмасы бар пациенттерге аспирин негізінен қарсы көрсетілген. Бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет.